Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Ал бүгін сіздермен жасалуы өте ерекше, оңай дайындалатын оладушки дайындаймыз. Ол үшін 2-3 алманы қабығынан тазартып алып, осылайынан турап аламыз. Ыдысымызға 1 жұмыртқа, 3 ас қасық құмшекер, 250 мг айран және де 1 ас қасық соданы салып араластырамыз. 170 грамм ұнды міндетті түрде осылайынан илеуіштен өткізіп алып, оны жақсылап араластырамыз. Сонда бізде осындай қою массадағы қамыр шығады. Турап алған алмамызды осылайынан сұйықтығымызға батырып, екі жағынан оны қызып тұрған май жағылған табамызға салып, қызарғанша пісіреміз, яғни шамамен 30 секундтай пісіру қажет. Достар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай әрі жылдам. Ортасындағы алмасы бір ерекше дәм береді екен. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, видеоның астына комментарий қалдырып, видеоға лайк бассаңыз қуанышты болар едім.